Мазасыз енем қажытып жіберді. Қыз бала жат жұрттық, ол бөтен босағаны аттағанда, барған жерінде бағы ашылсын, барған жеріне тастай батып судай сіңсін, деген тілектер айтылады. Мен де ұзатылып бара жатқанда осы сөздерді санама сіңіріп, келген жеріме балдай батамын, анамның атына кір келтірмеймін деп іштей өзіме уәде бердім. Бірақ басқа үйдің қалыптасқан тәртібіне, әдетіне, мінез-құлқына үйреніп, бірден сіңісіп кету оңай емес екенін түсіндім. Олай дейтінім, осыны түсінетін және мүлдем түсінгісі келмейтін келіндер болады. Тұрмыс құрғаныма 10 жыл болды. Бірақ әлі де барған жеріме толықтай сіңіп кеттім деп айта алмаймын. Оның бірнеше себептері де бар. Біріншіден, жолдасым менен 9 жас үлкен. Екіншіден, ол қалада туып өскен. Мен оңтүстік өңірден кішігірім ауылданмын. Үшіншіден, отбасында ол еркек, кіндіктен жалғыз. Біз 6 ағайындымыз. Мен үйдің кенжесі, һәм еркесі болдым. Демек, біздің туып өскен ортамыз, өмірге деген көзқарасымыз, түсінік пайымымыз, туысқанға деген қарым-қатынасымыз, кейбір құбылыстарды түйсініміз мүлдем басқа. Осы айырмашылықтарға қарамастан, біз өмірімізді байланыстырдық. Бар жоғы 2-3 ай ғана кездесіп, бір-бірімізді жіті танымай жатып, осындай үлкен қадамға бардық. Барлығы кейін басталды. Жолдасым екеуміздің арамыздағы түсінбеушіліктерге қоса енем отқа май құйып отырды. Өз ұямда көрген тәрбием бойынша тұрмыс құрғанда енеммен бірге тұрамын. Оның қолын жылы-суға малып, үй шаруасын өзім атқарамын деп ойладым. Бірақ мен келген күннен бастап енем жолдасыма: олар көп ағайынды, сен басып алады, сен күшік күйеу боласың, әйеліңнің қолына ақша ұстатпа, төркініне тасиды, деген сөздерді үнемі құлағына құйып отырды. Екеумізді ұрыстырып, оны маған айдап салумен айналысты. Мен ол кісінің пікірі теріс екенін осы уақытқа дейін дәлелдеумен келемін. Бірақ енем еш нәрсені түсінгісі келмейді. Арамызда 3 бала бар, бөлек тұрамыз. Десе де алыстан бақылап, барлығын қадағалап отыруға тырысады. Оның себебін әлі күнге дейін түсінбеймін. Қызғаныш па, әлде басқаға деген сенімі жоқтығы ма? Өз басым қатты қажыдым, бірақ балалар үшін берілмей келемін. Қазір құрбыларымның арасында, тіпті көршілерімнің арасында да ене үшін ажырасып жатқан жұптар өте көп. Ол отбасылық мәселеден қоғамдық мәселеге айналып бара жатыр. Бұл жағдай бүгінгі таңда жанды жерге шыққан жарадай сыздап тұр. Тарихқа үңілсек, жаңа түскен келінді ене қабағымен ширатып алып, үй шаруасында да өздері жетекші рөл атқарып, тұрмыстық қыр-сырымен терең таныстырған. Барған жерінің көсегесін көгертіп, ұрпағын көбейтемін деген ниетпен ата-анасының ақыл-өсиетін арқалап ақ босағадан аттаған келін енесін өз анасындай қабылдаған. Ене мен келін арасында дау тауыпты деген қазақтың тарихында болмаған жағдайда ол келіннің тәрбиесіне, төркініне үлкен сын болған. Осы жағдай кеңес үкіметі кезінде ауыл-аймақтарда сақталды. Ене мен келін арасында алауыздық, кеңес үкіметі құлап, шекара ашылып, демократияны дәмі сезілгенде барып басталды. Күн өткен сайын бұл жағдай дендеп барады. Жан-жақты білімі бар, жақсы жұмысы мен жалақысы бар үйдің жалғыз қызы басқа үйге келін болып түседі. Оған ескілік салтты ұстанған, енесі билік жүргізгісі келеді. Өзі шешім қабылдап үйренген келін енеге басынғысы келмейді. Осыдан барып дау туындап, отбасы екіге бөлініп жатыр. Отбасылық өмірден көңілі қалған көп қыздар тоқалдыққа келісіп, немесе өздері үшін бала туады.